Жоқ, онда тұрса мен ырза емеспін. Кім жатады? Өлген жатады, білесің бе? Тірі адам жатпайды. Келін нешеде тұру керек? Келін лажы болса бізменен тең тұрсын. Дәрет су берсін бізге, шай тамағымызды қылып берсін. Онда тұрса ше арасында. Онда ауырып. Онда тұрса не қыламын мен? Ауырса айтамын ғой, қайерің ауырды балам деп емдеймін ғой мен. Бірақ бола ма арасында онда тұрса? Жоқ, онда тұрса мен ырза емеспін. Кім жатады? Өлген жатады, білесің бе? Тірі адам жатпайды. 6-да тұру керек. 6-да? Онда тұрса ше арасында. Сағат 10-да тұрса ғой, жалқау келіп қой. Жалқау келіп болмайды ғой. Болмай ма? Бізге келін онда тұрады деген апалар керек. Таңертең келін нешеде тұру керек? Енді орташа есеппен таңғы 7-де тұрса болады негізі. 7-де ма? Онда ше, онда тұрса күнде. Онда енді бір енелерге жаға бермейді ғой. Ол үшін бөлек тұру керек. Сағат нешеде тұру керек? 5-6-да тұру керек. 5-6-да, таңертең ерте. Онда ұйықтаса болмай ма? Нешеде тұрасыз? Сол, 5-6-да. 5-6-да ма? Бізге келін онда тұрады деген адамдар керек еді. Нешеде тұрасың? 9-10-дарда. 9-10-дарда? Мә, ерте тұрмайсың ба? Жоқ. Келін сағат 10-да тұрады дегенді іздеп жүргенбіз ғой. Өзіне жоқты, 10-да тұратын келінге жоқты, короче. Онда тұрған пайдасы бар екен.